Әлемде сан түрлі мамандық бар, және әр маман өз ісіне аса жауапкершілікпен қарап, өзге саланың жұмысын оңай санайтыны рас. Сол да жұмыс болып ма деп. Ал егер расында да сізге беймәлім саланың жұмысын ұсынып, міндетін жүктесе, игеріп кете аласыз ба? Дайынсыз ба? Армысыздар, эфирде түрлі мамандық иелерінің орындарын алмастырып, өздеріне жаңа қырынан тануына мүмкіндік беретін 1000 түрлі мамандық тележобасы. Біз бастаймыз. Есім Әлбек. Таныс болыңыздар, бұл біздің бірінші кейіпкер Әлбек Ибраев. Баспасөз бетінде немесе әріптестерінің арасында Оспан Әлі деген атпен танымал фотограф. Өзімді профессионалды фотограф ретінде санамаймын. Иә, Әлбек өте қарапайым жігіт. Ал оның мамандығында сұлулықты немесе табиғи дүниелерді көре білу аса маңызды. Ал кейіпкеріміз бұл салаға қалай келіп қалды екен? Қызығушылығым, хобби ретінде алып жүргенім бар. Жай ғана қызығушылықтан басталған өнер бүгінде оның негізгі кәсібіне айналған. Қасқағым сәтті қалт жібермей, аппараттың тетігін дер кезінде сырт еткізуде үлкен өнер. Жақсы суреттердің көбісі аяқ астындағы бір сәттілікте бір түсіп қалған нелер, туындылар. Қайталанбас сәттерді фото арқылы өнер туындысына айналдырған екенсіз, онда бүгінгі мамандық алмастыруда сәттілік тілейміз. Анна Васильевна, отырсыз ба? Нұрсәуле Әбенова. Бұл кейіпкеріміздің мамандығы қариялардың алғысын алу. Түсінбей қалдыңыз ба? Ендеше мамандығы туралы Нұрсәуле өз айтып берсін. Бұл жердегі жатқан адамдардың бәрі әртүрлі. Әртүрлі аурумен жатыр, кейбіреу ауру жатыр, кейбіреу балаларын ойлап сағынып жатыр, кейбіреу енді қиын ғой. Қариялардың қабағын бағып, көңіліне кірбің салмау оңай шаруа емес. Нұрсәуле өз ісіне тек жұмысым деп қарамайды. Ол қарттарға қызмет қылу парызымыз деп түсінеді. Әрине, олар әжелеріміз, апаларымыз қойған жүрсе, біз де қойған жүреміз. Олар бізді жұмысқа келгенде бізді баласындай күтіп отырады. Иә, өкінішке қарай қарттар үйі бар бізде. Ал ондағы әжелер мен аталарға сөзбен болса да демеу бола білген абзал. Өйткені әркімнің тағдыры әртүрлі. Сол үлкендердің алғысын алып, ризашылығына бөленіп жүрген Нұрсәуленің де жұмысы аса жауапты әрі сауапты іс. Артықшылығы, бұл жұмыстың артықшылығы деген, мысалы, үлкен әжелерімізден, аталарымыздан әңгімелерін айтып, шежірелерін тарқатып, баталарын алып отырған өзі бір ғанибет деп ойлаймын. Мүлдем екі түрлі мамандық және болмысы бір-біріне ұқсамайтын кейіпкерлер бүгін өзара мамандық ауыстыратын болады. Ендеше қарттардың көңілін аулауда Әлбек өзін қалай ұстайды екен? Ал фото өнерінде өзін сынап көрмек болған Нұрсәуленің не ойлағаны бар? Бірге тамашалайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Нұрсәуле Рамазанқызы, саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Кез келген қызметті атқарушыға дайынмын десеңіз, қош келдіңіз жаңа жұмыс орнына. Сондай ме? Мына жерге не қожуға келдің ба? Жоқ, ешқандай еденде сүртпейсіз, ештеңеде тазаламайсыз. Сыпырмаймын Сіздің жұмысыңыз одан мүлде бөлек, өте оңай. Бірақ жаңа жұмысыңызды көрсетпестен бұрын мен сізді бір естелік үшін суретке түсіріп алайын. Жарай ма? Күліңіз. Дайын. Енді жүріңіз. Мына жаққа. Кірмей жатып ақ Нұрсәуле фотоаппараттың объективіне елікті. Демек Нұрсәуленің де жұмыс күні басталып кетті. Ал, мінекей, сіздің жұмыс орныңыз ұнайды ма? Сонда мына фотосалон, сонда фотограф болам ба мен? Әлде фотомодель болам ба? Бәлкім фотомодельді болып қаларсыз. Бірақ енді сіздің бүгінгі міндетіңіз фотографтың жұмысын атқарып шығу. Мінекей, фотосалон, аппарат, және де сіздің әріптесіңіз. Өте қуаныштымын. Арнай деген азамат, егер бір сұрақтар туындап жатса, осы кісіден сұрауыңызға болады. Жас болса да өте дарынды фотограф. Ал, кірсе беріңіздер жұмысқа. Ал енді көрсетіп жүресің ғой, қалай қолдану керек, қалай? Әрине, барлық техникалық жақтарды көрсетпей қойын. Бұл өте күрделі техника болғаннан кейін, жалпы мынау фотоаппарат, мынау жаңағы цвет, бұның барлығы дистанционды түрде жұмыс істейді. Мына кнопканы басып, түсіре бересіз. Арнайдан Нұрсәуленің үйренері көп болады деген ойдамыз. Мұқияттылық, ынта, жігер, шығармашылық қиял керек бұл істе. Нұрсәуле Рамазанқызының жаңа жұмысына егер уақыт кететініне ешқандай күмәнім жоқ. Ал ендігі біздің кейіпкеріміз нағыз фотограф Әлбекке оңай болмаса анық. Өйткені оған жүктелген міндет қарттар мен мүгедектерге арналған мекеменің күтушінің міндетін атқарып шығу. Қалай дайынсыз ба? Әрине, оңай болмайтын секілді, бірақ
дайынбыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде қарт ата әжелердің көңілін аулап, батасын алсаң жеткілікті. Ал мына кісі сіздің әріптесіңіз, егер де бір қиын жағдайлар, сұрақтар туындап жатса, осы кісіден сұрауыңызға болады. Есімім Әлбек. Гүлшат Қапкенгізі, таныс болыңыз, сіздің жаңа әріптесіңіз. Үйретіңіз, көрсетіңіз, жалпы осы кісіменен бүгінгі жұмысты атқарып шығуға тиіссіздер. Ал жұмысты бастай беріңіздер, сәттілік тілеймін. Міне, бүгінгі кейіпкеріміздің бірі Әлібектің жұмыс күні басталып кетті. Біз бұл жерде қарттар мен мүгедектерге медициналық та психология жағынан да басқа жақтарынан да көмектесуге әзір болуымыз керек. Халатты киіп алыңыз, жұмысымызды бастап кете берейік. Жұмыс барысында Әлібек өз ақ түсініп алар деді ме, істейтін жұмысы туралы Гүлшат Қабыкенгізі жалпылама ғана шолып өтті. Бірінші қандай қадам жасаймыз дейсіз бе, Әлібек? Ең алдымен сіздің бұл іске барынша жауапкершілікпен қарағаныңыз дұрыс деп есептейміз. Себебі сізге бүгін қарт кісілермен тіл табысуға тура келеді. Бағила апай мұстырат осында. Давлениесін ұшы. Саламатса. Давлениесін ұшы ғой. Ого, кеше ғана қолынан фотоаппараты түспей жүретін Әлібектің қан қысымын өлшейтін құралмен жұмыс жасауына тура келеді қазір. Аха, аяғы не болар екен? Қалыңыз қалай, апа? Біздің кейіпкеріміз асып саспады. Барынша әжейдің көңілін табуға тырысты. Осылай істейсің да, мынаны мына жерге тамырына келіп, тамырына қоясыз. Но мен нені тыңдаймын? Сосын жібергенде уже естіледі. Звук. Качай. Тапсырманы тап тұйнақтай орындайды. Жылдам қимылдайды. Епті. Тіпті медицинадан да құралақан емесін көрсетті. Бұл кісіні неге ЛФК-ға бару керек қазір? ЛФК жаңағы физкультурный кабинет бар ғой, сонда барасыз. Онда жаттықтырасыз. Бұл кісі жаттығып өзіме жұмыс жасайды. Сол жұмысты атқарасыз. Апа, дайынсыз ба? Маман Әлібекті үсті-үстіне төпеле бергісі келмеді ме, әлде оған әлі де болса сеніңкіремей тұрма? Әйтеуір Гүлшат ханым Әлібекке екінші тапсырманы бергенде күдігі басындау сияқты көрінді бізге. Бірақ жұмыстан қашатын Әлібек жоқ. Ол бұл іске де білек сыбана кірісті. Мысалға сізді әртіс дейді. Әртістерге портфолио үшін бетінде әртүрлі эмоцияларын суреттер керек. Сол суреттерді жасап көрейік. О, нағыз қызу жұмыс басталғалы тұрған сияқты мұнда. Нұрсәуленің жұлдызы сәті дейміз бе, қазір оған өз портфолиосын жасау үшін сан түрлі эмоцияда суретке түсу керек. Ал енді маған өкініш керек. Өкініш бітіреді. Нұрсәуле қашан да көңілді жүретін секілді. Мұны оның түскен суреттерінен байқауға болады. Түскен суреттерінің 70%-ында күліп тұр. Ал енді болған сияқтымыз. Барып көрейік. Көрейік, көп болды көрген жоқпын, фото түспебем, көрейінші қана. Әдемі шықтым бекен. Суретке түсуді біледі екенсіз. Қатырамыз ғой, суретке түсу деген не ол? Қазір бізге бір қыз келеді, ол болашақта модель болуды армандап жүр. Енді соны сіз түсіріп көріңіз, жұмыс фотограф болып. Жарайды, сен жолыңды маған берсін. Иә, Арнайдың Әлібектің жолын берсін сізге. Суретке түсуді өзіңіз айтпақшы қатырады екенсіз. Ал қолға фотоаппарат алып, алдыңызға келген адамды суретке қалай түсіріп шығады екенсіз? Ал сіңілім, енді бүгін сені мен фотоға түсірейін. Атын кім айналайын? Айжан, нешедесің? Ойбай, мен 21-дегі жасым қайда кетті екен десейші. Қане, бүгін мен сені фотоға түсірейін, әдемілеп отырып. Байға мынандай фотомодельдер түсірудің өзі бір арман. Қане. Алдында айтқанды ұмытпаңыз. Нені ұмытпау керегін біз еске салайық. Фотограф үшін адамның көңіл күйін жеткізу маңызды. Ол үшін маман фотоаппаратпен түсіріп жатқан дүние арасындағы өзара үндестікті сезіне алу керек. Сонда ғана сурет ойдағыдай шығады. Ал Нұрсәуле фотоаппарат қолда, суретке түсем дейтін қызымыз да дайын, ендеше іске сәт. Может, аяғынды бір жағын көтеріп, былайынан бүйтіп. Қолыңды, қане.
Әлібек, мына жерден мына кісіні жүргізіп, өздеріңіз жаттықтыра беріңіздер. Бір 20 минуттай жаттықтырасыздар. Деді де Гүлшат Қабыкен қызы қалған істі Әлібектің өзіне тапсырып, бөлмеден шығып кетті. Енді Әлібекке атқаратын жұмысын қайта-қайта есіне салып тұратын маман да жоқ. Кейіпкеріміздің нағыз сыналатын шағы осы. Аяғыңыз қалай әпке? Жаттықтыру жұмыстарын жасап қана қоймай, әжейдің денсаулығын сұрап қоюды ұмытпады. Және әзілдесіп, тіл табысуға да тырысты. Әжейге Әлібек ұнады шамасы. Қарттар бала сияқты ғой, жылы шырай танытқан адамға жақындай түседі, ашылып әңгімелесе бастайды. Мен негізі жалпы немен айналсам, сурет түсірумен шұғылданамын. Сіздің күтімшіңіздің орнына келіп отырмын бүгін, айтқан шығар. Мынау әжейдің тартылуына арналған арнайы құрал. Бұл оның денсаулығы үшін аса маңызды жаттығу. Сол себепті күніне 20 рет тартылып тұруға тура келеді. Әлібек. Осы бір орында отырып не қасы ба? Мынау не емес па, көп емес па? Катыратын жібере салыңыз. Эх, Әлібек, құрылғыны әженің қолына бермес бұрын, оның жұмысын тексеріп алмай екен маман деген. Мұны да қарамаппын. Қарт кісіге қызмет қылу оңай емес. Дегенмен аз да болса мұқият болу керек. Бірінші тапсырмада Әлібектің аздап қателіктер жібергені болмаса, ол әжейдің көңілін аулау үшін барын салды. Әжейді өз орнына жайғастырды. Келесі тапсырма. Жанарыма нұр сыйлаған, жүрегіме жыр сыйлаған, ошағыма гүл сыйлаған, алтын бесік туған елім. Келесі тапсырма өздеріңіз көріп тұрғандай, ән айтқанды жақсы көретін ата әжелеріңізбен уақыт өткізу. Бұл ортаға Әлібек тез сіңіп кетті. Қариялар да оны жылы қабылдады. Осындай өзара рухани ортада фотограф жігітіміздің ән айта алатынын білдік. Ал апа әжелер, неқта кленке аналар отқаннан кейін, аналардың құрметіне өзім бір білетін әнім сол ана туралы жүр. Өзім анам енді жалғыз өсіргеннен кейін сол анам туралы ән айтқан жақсы көрем. Сіздің мотивін білесіз ғой? Сол ана туралы жүр сіздердің құрметтеріңіз үшін. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Қариялардан құралған көрермен қауым Әлібектің бұл өнерінде үлкен қошеметпен қарсы алды. Байқаймыз, біздің кейіпкерімізге әлгіндегі тапсырмалардан көрі осындай шығармашылық жұмыс көбірек ұнайтын сияқты. Қалай дегенмен, өнер адам емес пе? Әнде айтты, биде билеп, ортаны жандыра алды. Әлібектің жұмысы қызықты өтіп жатыр. Ал Нұрсәуле фото өнерді қаншалықты меңгере алды. Айжан, енді шашынды былай алдына жайып жіберіп түсірші, мына көйлекпен тіпті шашын алдына көрсете білгені жақсы түседі фотоға. Солайынан. Мына көйлегін өзіне жақсы әдемі болып тұр, ана көйлекке қарағанда. Туфлиң қандай әдемі. Қане, жақсылап күліп, қанеки, күлеміз. Қане. Тағы да күлеміз, қане. Туф, қандай әдемі болып тұрдың, қане. Қанеки, тағы да. Көп кезікпеген сүйіктіңді көрген кезде қалай қарсы аласың сен, соны көрсетіп берші маған. Қане, анадан көріп сүйіктілерін жақын ғой дейме? Қане, тағы да. Шашынды алдыға жібер. Жақсы. Айжан. Қазақтың қыздарына лайық болған шашын бар екен, жайып жіберіп тұршы, арт жағына жібер. Тағы да. Әдемі түстің.
Бірінші табаққа борщ, екінші табақта палау. Қазір міне екінші тамақ саламыз. Түскі ас уақыты басталып кеткен сияқты. Әлібек аспазға көмектесіп, қарт кісілерге тамақтарын беріп жатыр. Тамақты осында салып жүрмін. Бірінші тамаққа борщ, екінші палау. Все. Әркімнің өзінің несі бар екен ғой, ыдыс-аяғы. Әлібек жұмыстың бабына енді кіріп келе жатқандай. Барынша мұқият, барынша кішіпейіл. Жіберген қателіктерінен сабақ алды ма, ол қарт кісілердің әрбір сөзіне ерекше мән беруде. Сыздық, ас болсын. Бірінші рет жасап жатса да, Әлібек қарт кісілердің алдында өзін еркін ұстайды. Қалайда олардың көңілін ауласам деген ниетпен бүгінгі жұмысын шын берле атқарып жатқаны байқалады. Мұны қарттар да сезеді. Здравствуйте. Здравствуйте. Жүре алмайтын, асханаға келуге шамасы жетпейтін қарттарға күтушілер тамақты өздері жеткізіп береді. Әлібек те бөлме-бөлмені аралап, ата-әжелердің түскі астарын жеткізуге асықты. Әлібек көтеріңкі көңіл-күймен үлкен кісілердің әрқайсысын қуантуға барын салды. Олармен әңгімелесіп, әзілдесіп, ең бастысы үлкендердің алғысын алып, түскі асты таратып шықты. Менде бітті. Біздің Әлібек шаршап қалған бағалай. Жұмыс күні әлі аяқталған жоқ, шаршауға ерте. Онан да келесі атқарылатын жұмыс туралы мұқият тыңдап алыңыз. Ой, сәлеметсіңдер. Суретке түсуге келдіңдер ме, балалар? Ой, жүріңдер, түсірейін. Кім түседі? Фотоға түседі. Жүре ғой, жүр. Ой, не, аттан кім? Ерасыл, ой, молодец, Ерасыл, жарайсың, жүре ғой. Нұрали, жүре ғой, фотоға түсеміз, жүріңдер. Кинематографистер қауымы үшін балалар ең шынайы кейіпкерлер саналса, ал фотографтар балаларды суретке түсіру қиынның қиыны дейді. Нұрасыл, қане бер қара, маған қара. Ой, қандай әдемі жігіт мынау, а? Бұл туралы Нұрсәуле әлі ойлап та тұрған жоқ секілді. Дегенмен өзі де ана ғой, баланың тілін табу аса қиын бола қоймас. Қазір мен бір-екі кадр түсіріп берейін осы жерден, содан кейін ана басқа бөлмеге барып түсейік. Қане, бірге түсеміз, бірге түсеміз, қане. Ку-ку дейміз, қане. Нұрәлі. Қане. Ой, қане. Қане. Мяу келе жатыр. Нұрсәуле алдап-сулап балаларды суретке түсіріп шықты. Тіпті қызығына түсіп кеткені сондай, кішкентайларды студияға ертіп апарды, бұнда да әртүрлі сәттерді сыртылдатып шықты. Келе ғой. Кеш бір әдемі болып тұршы, бір-ақ рет бол. Жарай ма? Бір-ақ рет қане, ақылы бар Нұрәлі. Қане, маған қараңдар, қане. Бір, екі, қане, Нұрәлі. Нұрәлі, мә. Құлақ қаласың қазір. Қане. Кішкентай Нұрәлінің суретке түсуге зауқы соқпай отырған сияқты. Бірақ фотограф үшін жұмыс тоқтамайды. Әйтеуір фотоаппараттың шүріппесін сыртылдатып басып жатыр. Бірі болмаса, бірі дұрыс шығатын болар деген үміт болса керек. Фонда жүрген кезде, мысалы, тек қана ақ болу керек. Мына жерді көрсету керек. Мысалы, мен мына жерде розетканың бәрі көрініп тұр. Көрдіңіз ба? Егер оны, мысалы, шетінен түсіргіңіз келсе, орнықталып бұрау керек еді. Бұрап, мысалы, бірақ артында ақ болу керек үнемі. Маман Нұрсәуленің жұмысын тексеріп шықты. Бірден бағасын берді. Біреуді шашалдырып, чуть-чуть не болып қалдық қой. Балай болған, мына жерде таңертеңгі, түскі, кешкі, түнгі дәрілері. Аса жауапты іске келдік. Дәрілердің уақытылы ішілуін қадағалау және дәрі егу бұл өте жауапты іс. Бұны қай уақытта Қазір түскі үзіліс
сағат 2-ден 4-ке шейін демалады. Одан кейін сағат 4:30-5-ке қарай кешкі дәрілерін үлестіреміз. Кешкі астың алдында дәрілерін үлестіреміз. Әлібек әуелі егілетін дәрілермен, олардың атауларымен танысып шықты. Ең маңыздысы сырқаттардың ішетін дәрілерін ауыстырып алмау. Қазір түскі астан кейін демалыс, кешке таратылуға тиіс дәрілер де дайын. Түскі демалыс кезінде не істейміз? Қазір түскі тамағымызды ішеміз, сосын кешкі процедураларға дайындаламыз. Күтушілер сонда демалай ма? Бұндағы қызметкерлердің түскі ас ішуге де уақыты жетпей кетеді кейде. Әр қарияның қабағына қарап, оларды бір сәт болса да қуанышқа бөлеуге асығады. Сондықтан біздің де кейіпкеріміз осы жердің қызметкерлері секілді барын салып ақ жұмыс істеді, қызмет қылды. Алдағы уақытта аяққа тұрып кетемін деген үміттемін. Сен үмітіне сенемін. Келдік те. Міне асылды жеткіздік сізге. Сөйтіп Әлібектің жұмыс күні аяқталды. Қарт кісілердің көңілінен шықты және осы міндетті атқара отырып, ата-анаға деген құрметтің маңызын да ұққан болар. Қыздар фотоға түсесіңдер ме? Ана үлкен шымшаның қасында түсірем. Ал Нұрсәуленің қолында фотоаппарат. Суретке түсіруді әжептәуір меңгерді. Бері маған қарап тұра қалыңдар. Міне ол бүгінгі жұмыс күннің соңғы тапсырмаларын орындап жүр. Біраз артамандырақ, тағы біраз, тағы. Тұра тұрыңдар енді. Көшеде кезіккеннің бәрін шетінен сыртылдатып келеді. Рахмет қыздар. Келіспегендерін тегін сүрем деп әйтеуір көндіреді. Қыздар, елканың қасына келіңдер, фотоға түсіріп берейін. Әдемілеп. Келіңдер. Мына жерге тұра қалыңдар. Жүріңдер. Қыздар, ақшасын алмайым, жүріңдер. Жүр, ақшасын алмайым. Қан жерге тұра қалыңдар қаны. Нұрсәуленің өзіне бұл жұмысы ұнап тұр. Ең бастысы өзісің кәсібің көңіліңе ұнау керек қой. Сонда ғана оны сүйсініп істейсің. Әдемі түсіңдер қыздар. Туп қолымда қатып қалды. Міне кейіпкеріміздің жаңа мамандықтың шекпенін өлшеп көру күні осымен аяқталып келеді. Бір қызығы мамандар Нұрсәуленің түсірген суреттеріне жақсы баға беріп жатыр. Кейіпкерімізден үлгілі фотограф шығатынына сенеді. Шынайы кәсіби мамандардан бұндай мақтау есту бүгінгі күннің бағасы деп білген жөн. Олай болса, құрметті көрермендер, Нұрсәуленің фото өнеріндегі жетістігіне сіздер де көзайым болыңыздар. Бір-біріне мүлде сәйкес келмейтін екі түрлі мамандық иелерінің орындарын алмастыра жүріп, бағдарламаның аяқталуға жақындап қалғанды байқамаппыз. Және әдеттегіше хабарымыздың соңында екі кейіпкерімізден де жұмыс күндерінің қалай өткендерін сұрап білсек. Ал, не айтасыздар, жаңа жұмыстан алған әсерлеріңіз қандай? Сіз бастаңызшы. Әр жұмыстың өзіндік қиыншылығы, өзіндік ерекшелігі болады. Қай мамандықты алып қарасан да, әр мамандықтың өзіндік қиыншылығы мен ерекшелігі. Сол үшін де осы мамандықты мен енді игеріп алып кеттім деп, жеңе білдім деп, сол қиыншылықтар деп айта аламын. Жалпы сізден фотограф шыға ма екен? Шығатын сияқты. Фотоаппаратпен жұмыс істеген ұнады ма, жоқ әлде фотоаппараттың алдында тұрып модель болған ұнады ма? Жоқ, фотоаппаратпен жұмыс істеген ұнады. Модельдерді түсіргенде, балаларды түсірген, ана Астананың пейзажын, әдемі жерлерін түсірген өзі маған көп әсер алдым содан. Сондықтан маған фотограф болған ұнады. Фотомоделден көріп фотограф болған өте ұнады. Түсінікті. Ал, сіз не айтасыз? Сіздің жұмысыңыз қалай өтті, Әлібек? Әр жұмысқа әзірім дегенде, сәл болса да қателестім десем болады. Өйткені басында аспаздық па, бір сондай бір мамандықтың несін игерем ба, сондай бір жерге алып келем ба деп сөйтіп ойладым. Енді бұяқта бұл кісінің жұмысы өте ауқымды, өйткені бұл медициналық, психологиялық, жалпы қоғаммен жұмыс істеу, ол бәрін қолынан келе бермейді. Қаншама кісілермен не алып, батасын алып, ол мен үшін бір өзгеше бір әсер қалдырды. Енді өзім жұмысымен салыстырсам, өзім жұмысын енді түсіресің, не қыласың, көңіл көтересің. Бұяқта әрине басқаша. Дегенменде мамандық алмасу екеуіңіздің қолыңыздан келді деген ойдамын. Екеуіңізге де көптен көп рахмет. Осындай бағдарламаға қатысып, бақтарыңызды сынап көруге келісім бергендеріңіз үшін. Сіздерге де көп рахмет. Және бағдарлама соңында үшеуміз енді бір суретке түссек, естелік үшін. Ал, мына жаққа қараңыздар.
Кәсіби мамандардың орындарын алмастырудан көздегеніміз біз оларға жаңа кәсіп үйретіп, басқаша өмір сүр деп қайта тәрбиелемейміз. Бар болғаны әр сала еңбеккерлерінің өзге қызметтің жұмысымен етене жақын таныстырып, әрбір мамандықтың қиындығы мен қызығын өз көзімен көруіне мүмкіндік береміз. Және бұл біздің қолымыздан келді деген ойдамыз. Біз осымен тележобамызды аяқтаймыз. Әлемде 1000 түрлі мамандық бар. Және оның бірі сіздің айнымас серігіңізге айналсын. Ұлттарына да қайта кездескенше.